Апат айтып келмейді. Қандай да бір өрт орын алған жағдайда санамыз сан-саққа жүгіріп, көмек күтеміз. Дәл осы кезде төтенше жағдайлар қызметі көмекке келетіні белгілі. Қаламыздағы 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің жұмысымен танысуға келдік. 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі әр төтенше жағдайға дайын. Потому что бізде негізгі арнайы қосымша автокөліктер орналасқан. Қазіргі таңда бізде осы өрт сөндіру бөлімінде 13 дана техника бар. Соның ішінде 6 арнайы, 3 көмекші, қалғаны қосалқы автокөліктері. Біздің бөлімде 32 метрға жететін автосаты орналасқан. Өрт сөндіру қызметі бізде күнделікті тәулік болып жұмыс атқарады. 4 ауысыммен таңертеңгі кезекші қабылдаудан бастап 8-ден бастап таралуынан өрт сөндіру, авариялық құтқару жұмысты, өрт сөндіру техникасын және де өрт сөндіру техникалық жабдықтарды қабылдаудан басталады. Және де күнделікті өзіміздің күн тәртібі бойынша теориялық, практикалық тұрғыда жаттығулар өткіземіз. Осы арада егер шығу болған жағдайда күттірмей тез арада 1 минут уақытында бөлімнен шығып кетеміз. Бүгінгі таңда штат бойынша бізде 95 қызметкер, қалған бос лауазымдар бар. Қазіргі таңда өрт сөндіру қызметіне көп адамдар жұмысқа тұруда. Өйткені жағдайы жасалуда өрт сөндірушілердің айына шамамен 50-60 рет өртке шығамыз. Одан бөлек бізде өрт есебіне алмайтын жанулар бар. Және де тамақтың пісуі деген сияқты, электр сымдарының тұйықталуы деген сияқты шығулар болады. Басқа да авариялық құтқару жұмыстарына шығамыз.